Дауыссыздар мекені. Қазақ тілі білімі бар білімнің анасы. Дәл осындай ілімнің бар екен 4 баласы. Фонетика дыбысы, лексика шешені, сөз жасамы данасы, грамматика дарасы. Фонетикада 42 әріп бар, 37 дыбыстар, дауысты дыбыс 12. Дауыссызы 25. Тіліміздің байлығы, тату тәтті барлығы. Дауыссыздардың үлгісі, қатаң, ұяң, үндісі, ал қанеки саналық, кімнің келді білгісі. Дауыссыздарды үйренуді бастайық, жадымызға сақтайық. Қатаң, ұяң, үндіге 3 үй тігіп, үйлеріне апарып тастайық. Қатаңдар салдырдан тұрады. П, Ф, К, Қ, Т, С, Ш, Ш, Х, Ц, Ч, Х деген дыбыстар бір жерде болар тұрағы. Салдырмен үннен жасалған әріптер нағыз қаһарман. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З деген жетеуі ұяңдар деген шаһардан. Үнді дыбысқа да үй салдық, аяңдап, ол үйге де бардық. Р, Л, И, У, М, Н, Ң деген жетеуін бөліп алдық.